Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын булочка рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, ашытқы, жұмыртқа, сүт, сұйық май, сары май, қант, тұз қажет болады. Ең алдымен ашытқымызды салып алып, үстіне жылы сүт құямыз. Аз ғана тұз салып, және қантымызды саламыз, 150 грамдай. Қантымызды салып болғаннан кейін бір жұмыртқа саламыз. Оның үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. Сұйық май құйып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, сары май салып, ұнымызды демалтып, жауып қоямыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Менде салмасында ірімшік, оның үстіне қант салдым 150 грамм, бір жұмыртқа, бір келкі масса болғанша блендерлап аламыз. Қамырымыз дайын болды, оны бөліктерге бөліп алдым. Және де бір үлкен бөлігін видеодағыдай иілеп, оны 3 бұрыштап кесіп аламын. Әрі қарай мен оған вареный сгущенка салып, рогалик тәрізді орап аламын. Келесі видеода мен дөңгелек болған, яғни булочка қамырларымызды қойып аламын да, оның үстіне стаканмен басып шығамын. Ортасына творогтан, яғни ірімшік салмасын салып, ірімшік салмамыздың барлығын салып алдық. Енді біз жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешке саламыз. 25 минутта дайын болады.